Бәріне сәлем, сіздермен бірге Нұржамал Хандымейд. Сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Сіздерге бүгін YouTube каналымның оқырмандарының сұрауы бойынша тоқылу өте оңай, аяққа ыңғайлы әрі жылы балетканы бірге тоқуды ұсынамын. Бұндай балетканы өзіңізге тоқысаңыз болады, немесе жақындарыңызға сыйлық ретінде тоқып берсеңіз, олар өте қуанып қалады. Ал іске кірісейік. Балетка тоқу үшін бізге екі қабатталып оралған иранский жіп, қалаған түсіңізде осындай табандар. Қазіргі жағдайда 36 размер, бұл 3 номерлі крючок. Сосын қалауыңыз бойынша міне осындай бирочкалар, жаңағы сәндеу үшін осындай болсын, немесе тастар болсын қолдана бергіңізге болады. Сосын осындай маркерлер қажет болады. Бауына осындай моншақ. Іске кірісейік. Табан жағынан, міне өкше жағынан бастаймыз, ортасынан. Крючогымызды міне шетіндегі тесіктерге айналдырып тоқимыз. Міне жібімізді ілеміз. Іліп алып, ішінен шығарамыз. Бір жерге 2 рет тоқимыз. Ал бірақ именно мына былай айналып келетін жеріне 3 реттен тоқимыз. Міне қазір мынаған 2 рет, мынаған 3 рет тоқимыз. Бір. Екі. Бір. Екі. 3. Енді қалған мұндай түзу жерлерінің барлығына екеуден тоқып шығамыз. Кіргіземіз, міне жіпті бері қарай шығарып аламыз. Тағы да бір рет осылай. Дәл осылай. Мына түзу орналасқан, қаз-қатар орналасқан тесіктердің барлығына екеуден тоқып шығасыз. Міне, именно мына бас жағына келгенде каждыйына үшеуден тоқисыз. Міне, мынаған үшеу, мынаған үшеу, мынаған үшеу, мынаған үшеу. Бесеуіне үшеуден тоқимыз. Екеуден тоқып келдік. Міне, енді қараңыздар. Мына осы бесеуіне үшеуден тоқып шығамыз. Дәл осылай ары қарай жалғастырып тоқи бересіздер. Ары қарай сосын екеуден тағы да. Міне екеуден тоқып шықтық. Міне енді тағы да мына былай бұрылған жеріне міндетті түрде үшеуден тоқимыз. Өйткені жайылып шығу керек ол. Айналып тоқылады сонда. Міне манағы басындағы жаңағы неге тесікке тағы біреуін тоқитын боламыз. Сосын басын біріктіреміз. Міне біріктіру, міне іліп аламыз да, сосын мынадан өткіземіз. Енді міне іш жағы осылай, міне іш жағы жылы киізден. Енді айналдырып екі қатар полустолбикпен тоқып шығамыз. Жоғарыға көтерілеміз бір петлем. Осы жерден бастаймыз. Полустолбик деген міне крючокқа накид аламыз. Жібімізді бері қарай шығарып, үшеуін бірге аламыз. Накид. Үшеуін бірге аламыз. Не байқасаңыздар, мына петлялардың тек үстіңгі жағына тоқып жатырмын.
үшеуінен бірден өткіземіз. Ешқандай прибавка жасамайсыздар, бас қоспайсыздар. Каждыйына бір-бірден тоқимыз, каждыйына. Осылай міне айналдырып, осы жерге дейін тоқимыз. Осылай міне айналдырып тоқып шықтық. Енді мына жерде біріктіру керек. Мына екі жерін біріктіреміз. Біліп алып, жіпті сразу мынадан шығарамыз. Сосын келесі қатарды бастау үшін жоғарыға көтерілеміз. Бір петля жасаймыз. Тағы да бір қатар тоқимыз. Тап солай крючокты накидке аламыз. Енді бүкіл мына жердегі тұрған мына шетінің барлығына тоқимыз. Жаңа тек біреуінен алдық қой. Енді міне прям мына несінен екеуінен де өткіземіз. Накид. Келесі міне өткіздік. Үшеуінен бірден өткіземіз. Тап осылай тағы бір қатар айналдырып тоқып шығамыз. Әрқайсысына бір-бірден тоқимыз. Екі қатар тоқып шықтық. Қараңыздар. Бірінші қатар, екінші қатар. Біріктіруін тағы көрсетейін. Мына басынан алып, жіпті бері қарай шығарасыз да, сосын сразу мынадан өткізесіз. Енді осы жерде біз жібімізді қиямыз. Жібімізді кішкене ұзындау етіп қиып аламыз. Бір айналдырып, жібімізді шығарып аламыз. Түбінен мықтап закрепка жасаймыз. Енді біз балетканың мына жерінен бас жағына орын қалдырамыз да. Қазір бізге маркерлер қажет болады. Маркерімізді қойып алдық. Негізінде санап отырудың қажеті жоқ. Қараңыздар, оны қалай білесіздер? Мысал үшін аяқ киім кигенде былай бас жағы болады ғой міне. Если тереңірек қаласаңыз, онда шамалы былай 1, 2, 3, 4 петля түсіруіңізге болады. Бірақ одан артық енді былай түсірудің қажеті жоқ. Ол кезде ол тапочканың несі сияқты болып кетеді, тереңдігі сияқты. Тапочкаға мысал үшін сұғып киетін кезде мына тереңдігін осы жерге дейін әкелуге болады. Ал бізде бұл балетка болғандықтан тек қана міне басы ондай бір терең болмайды. Бірақтан ол әдемі шығады. Балетка болғандықтан, балетка аяқ киімдерді көз алдыңызға елестетіп көрсеңіздер. Міне. Бір жағын бірінші белгілеп аласыздар, осылай. Сосын дәл соның тұсынан екінші жағын белгілейсіздер міне. Енді осы жерден біз жібімізді іліп алып тоқитын боламыз. Бізде өкше жағы биіктеу болу керек. Сол себепті міне маркерді орналастырып алдым. Міне қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Осы мына қараған кезде міне түбінен саусағыңызбен сызып, міне соның тұсына маркерді ілесіз. Мынаған да дәл солай міне былай. Соның тұсындағы петляға мына маркерді ілесіз. Енді осы жерге дейін біз простой узормен тоқимыз. Ал мына маркерден бастап, мына маркерге дейін жаңағы полустолбикпен тоқитын боламыз. Сонда мына жерден бізде биіктеу болып көрінеді. Қазір оны көрсететін боламын. Міне маркерге келдік. Енді маркерді алып тастаймыз да. Алып тастап, накид аламыз крючокқа. Сосын үшеуінен өткіземіз. Тағы да накид. Жібімізді шығарып, үшеуінен өткіземіз. Айтқанымдай, мына жердегі жібіңіз кеңейіп кетпесін, былай. Кеңейсе, жаңағы бос болып қалады. Тесіктер көп болады. Осылай кеңейтпей ұстап отырсаңыз, накид алдыңыз, жіпті ішінен шығардыңыз. Шығарған кезде кішкене жоғары тартасыз. Тартасыз да үшеуінен өткізесіз.
Накид. Үшеуінен өткізесіз. Дәл осылай мына маркерге дейін, маркердің жаңағы петлясына дейін тоқимыз. Артық жіптер ішінде тоқылу керек. Маркерге келдік. Енді маркерді шешеміз де осы маркердің петлясына тағы бір полустолбик тоқимыз. Ары қарай простой узормен жалғастырамыз. Маркерге дейін тоқыдық міне. Мына жерге тағы шатасып кетем десеңіздер, өкше жағына тағы маркер іліп алсаңыздар болады. Оны қалай білесіздер? Міне қараңыздар. Полустолбик тоқылған узор басқаша болып тұрады, ал міне простой узор міне басқаша болып тұрады. Қарасаңыздар. Міне мына жерге келгенде байқадыңыздар ма? Шамалы биіктеу уже. Мына жерден басталып тұр. Осы жерге маркер қойып аласыздар. Ол уже жаңа бізде бірінші қатар ғой. Оны қайта біз неше қатар тоқимыз, сол қатарға дейін мынау көтеріледі уже. Өздеріңіз уже біліп отырасыздар қай жерде екенін. Өйткені мынаған қарағанда биіктеу болып тоқылады. Дәл солай міне екінші жағына да маркер қойып аламыз. Мен өзім тоқығанда маркер қоймаймын негізі. Өзім анық білетін болған соң. Енді осы жерден міне келесі қатарды тоқу үшін жоғарыға бір петля көтерілеміз. Соң өзімізге қарай айналдырамыз. Простой узормен ары қарай жалғастырамыз міне. Прям түбінен бастап тоқимыз. Айтқанымдай, мына жердегі бос болып кетпесін, оны ұстап отырасыздар. Мына ішінен шығарған жіпті жоғарыға тартамыз кішкене, сосын барып тоқимыз. Сонда тоқыған бұйымыңыз қатты да емес, жұмсақ та емес, жақсы болып шығады. Міне тоқып бітірдім. Тағы бір қатарым бар, қазір оны түсіндіремін. Міне басында тоқығанымда екі қатарды санамағанда, міне 1, 2, 3, 4, 5 қатар болып тұр. Енді 6-шы қатарда шамалы басқаша тоқимыз. Менің жағдайымда 6 қатар тоқимын, ал үлкендеу размерлер болса 7-8 қатар тоқисыздар. Одан артық та керек емес. Ол кезде сіздердің мына жерлеріңіз үлкен болып кетеді. Бізде осы жеріміз ары қарай үлкен болып кетпеу үшін біз осы жерді міне былай тоқимыз, қараңыздар. Кіргізіп алдық, жібімізді тартқан кезде сразу мынадан өткіземіз. Біріктірудің жаңағы несін жасаймыз. Өткіздік, бері қарай шығарамыз, бірден мынадан өткіземіз. Бері қарай шығарып аламыз, бірден мынадан өткіземіз. Дәл осылай міне өкшенің жаңа биіктеп тоқыған жерімізге дейін, осы жерге дейін тоқимыз. Өкшеге дейін келдік міне. Енді ары қарай тағы да сол полустолбикпен тоқитын боламыз. Полустолбикпен жаңағы біздің белгіленген жерімізге дейін, осы жерге дейін тоқимыз. Ары қарай тағы да жаңағыдай мына жерді қалай тоқыдық, дәл солай тоқимыз. Сіздерде де осылай дәлменгіндей болып шығу керек. Мықты жұмсақ та емес, жаңағы қап-қатты да емес, плотности жақсы болып тұр. Енді мына жерін тоқитын боламыз. Бас жағынан қазір белгілеп аламыз. Төңкеріп қараған кезде басындағы 1, 2, 3 осы үшеуінен саусақ тұсынан сызып аламыз. Сонда мына жеріндегі белгіге петляға маркерімізді ілеміз. Түсіндіңіздер ғой да, міне 1, 2, 3
содан былай саусағыңызбен сызған кезде немесе өзіңізге қаратып екеуі тең болып тұр ма, соны қарап теңестіріп аласыздар. Міне мынау бір-біріне, мынау төмен түсіп кетуі мүмкін, олай дұрыс емес, екеуі бірдей келіп тұру керек.